Сәлем баршаңызға. Бүгін біз осындай өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығатын булочкалар дайындайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, видеоның соңына дейін қарауды ұмытпаңыз. Алдымен жылы сүтімізді ыдысымызға құямыз. Оның үстінен жылы суды құямыз және де дрожж саламыз. Жақсылап тұрып араластырамыз. Және де дрожж кішкене көтерілгенге дейін бетін жауып қойып қоямыз. Енді үстіне қантты саламыз және де жұмыртқаны салып, үстінен аздап тұз салып, жақсылап араластырамыз. Және үстінен ерітілген сары май, аздап сұйық май құйып, тағы да араластырып, енді үстінен електен өткізіліп дайындап алған ұнымызды салатын боламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізу қажет. Сол кезде булочкалар көтеріліп, үлпілдек болып шығады. Алдымен осылай бірінші араластырып аламыз. Содан кейін қолымызбен қамыр илейтін боламыз. Ұнды көп салып жіберуге болмайды. Қамырдың үстінен осылай аздап сұйық май құйып, жақсылап тұрып, қолымызбен илеп дайындаймыз. Қамыр жұп-жұмсақ болып шығуы қажет. Кішкене қолға жабысқақтау болады. Бетін жауып жарты сағатқа көтерілгенге дейін қоямыз. Мінекей қамырымыз осындай болып көтеріледі. Енді табамызға аздап май жағамыз. Және де булочкаларымызды дөңгелек етіп жасайтын боламыз. Егер де барлығы бірдей болсын десеңіз, осылай таразының көмегімен өлшеп алуға болады. Әрбір булочкалар 80-85 граммнан өлшесеңіз болады. Осылай дөңгелек етіп жасаймыз. Және де мен ортасына осындай қою вареный сгущенка қолдандым. Сіз кез келген начинка қолдансаңыз болады. Немесе ештеңе салмай, тек булочканың өзін дөңгелек етіп жасауға да болады. Мінекей осы видеодағыдай жақсылап астын түйіп, дөңгелек қылып формамызға орналастырамыз. Барлығын жасап шықтық. Енді 20 минутқа көтерілгенге дейін бетін жауып қойып қоямыз. Мінекей аздап біздің булочкаларымыз көтерілді. Енді жұмыртқаның сарыуызына сүт қосып, жақсылап араластырып, булочканың үстіне жағамыз. Осы уақыт аралығында пешімізді қыздырып қоямыз. Осылай үстінен аздап мак сеуіп шығамыз. Кунжут сепсеңіз де болады. Енді қызып тұрған пешімізге 170 градуста 25-30 минут көлемінде қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей біздің булочкаларымыз дайын болды. Үлпілдек болып, әрі жұп-жұмсақ болып шығады. Мінекей осындай жұп-жұмсақ булочкалар дайын болды. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін.